Ал кішкентай бүлдіршіндер, бүгінгі алтын қақпа атты интеллектуалды ойынымызға қош келдіңіздер. Бұл ойынымызда осындай түрлі түсті сандықтар беріледі. Әр сандықта сұрақтар бар. Ал сендер сол сұрақтарға толық әрі нақты жауап беретін боласыңдар. Түсінікті ме? Иә. Алғашқы сұрағымыз Қазақстан Республикасының елбасы кім? Тамаша, қане жауап бере ғой. Қазақстан Республикасының елбасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Дұрыс па, достар? Иә. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тудың авторлары кім? Тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Тудың түсі ортасында сұлулы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран құс. Тудың сабының тұсында қазақтың ұлттық ою-өрнегі нақышталған. Ал достар, келесі сұрағымыз Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторлары кімдер? Қадырлардың авторлары шоғын жазған Нұрбек Нақтезиев, Нұрсұлтан Назарбаев. Музыкасын жазған Шәмші Қалдаяқов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбаның авторлары кім деп? Елтаңбаның авторы Жандәурен Мәлібек, Нұрсұлтан Назарбаев. Келесі кезеңіміз жасыл сандықтың тапсырмаларын орындаймыз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне байланысты тақырыптар білесіңдер ме? Иә! Көк аспанда күн күлер, жерімізге нұр төгер, тәуелсіздік күнімен бақыт күні жайнай бер. Құтты болсын қазағым, республика күні бол, мерейліге тәуелсіз қазағымның үні бол. Бүгінгі сандығымыздың тапсырмалары атадан қалған асыл сөз демекші, ата-бабаларымыздан қалған тиым сөздерді білесіңдер ме? Иә! Анаға ауыз сөз айтпа. Жатқан адамның үстінен аттама. Қозғалғаны келме. Тамақ ішкенде сөйлеме. Ас киімді теппе. Тамақ сөйлеме. Ас киімді теппе. Анаға ауыз сөз айтпа. Тамақ ішкенде сөйлеме. Адам қалай есіндеме. Қазақ халқымыздың спорттық ойындарының бірі бәйге ойыны ойнаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә!